Академик Ақуатбек атындағы Халықтар достық университеті педагогика психология кафедрасының аға оқытушысы PhD доктор Мырзабеков Ержан Есілбекович. Бүгінгі психология пәнінен 8-ші дәріс тұлға денсаулық психологиясы. Жоспар: бірінші, психика мен дененің өзара байланысы және өзара ықпалы. Екі, аурудың пайда болу, денсаулықты нығайтудың психологиялық факторлары. Үш, салауатты өмір салты тұлғаның жетістікке жету негізі ретінде. Бірінші, психика мен дененің өзара байланысы және өзара ықпалы. Денсаулық психологиясының мәні. Денсаулық психологиясы адамның физиологиялық, эмоционалдық және әлеуметтік саулығы зерттейтін ғылым саласы. Ол психикалық күй мен дене арасындағы өзара әсерді түсіндіреді. Психика мен дене байланысы. Психика мен дене бір тұтас жүйе. Эмоционалдық жағдайлар, қорқыныш, ашу, күйзеліс, адамның жүрек соғысына, қан қысымына, иммунитетке тікелей әсер етеді. Созылмалы стресс жүрек қан тамырлар ауруларының, асқазан және жүйке ауруларының басты себебі. Керісінше, позитивті ойлау, эмоционалдық тепе-теңдік және ішкі тыныштық ағзаның суығы процесін жылдамдатады. Мысалға, медициналық зерттеулер бойынша оптимист адамдар операциядан кейін тез жазылады, ал күйзеліске бейім адамдар ауруы жиі созылады. Аурудың пайда болуы және денсаулықты нығайтудың психологиялық факторлары. Аурудың психологиялық себептері: психосоматика, стресс және уайым ішкі органдар қызметіне әсер етеді. Ашу мен агрессияны тежеп ұстау жүрек ауруына алып келуі мүмкін. Ұзақ реніш, кінә, сезім иммундық жүйені әлсіретеді. Мақсатсыздық өмір сапасын төмендетеді, депрессияға итермелейді. Денсаулықты нығайтудың психологиялық факторлары: өзін-өзін тану және қабылдау, позитивті ойлау мен эмоционалдық тұрақтылық, мақсат қою және өмірлік мағына сезімі, әлеуметтік қолдау, жақындармен жылы қатынас, тынығу мен демалуды үйрену, релаксация, медитация. Психологиялық саулық белгілері: ол өзіне және өзгеге қанағаттану, эмоционалды дұрыс басқару, қиындықтарға икемді реакция, өзін және басқаларды түсіне білу. Салауатты өмір салты тұлғаның жетістікке жету негізі ретінде салауатты өмір салтының компоненттері жатады. Дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, жеткілікті ұйқы және демалыс, психологиялық тепе-теңдік, жаман әдеттерден бас тарту. Психологиялық тұрғыдан салауатты өмір салты тек физиологиялық емес, рухани және эмоционалдық тепе-теңдік. Адам өз денесін құрметтеген сайын өз өмірінде жоғары бағалайды. Мұндай адамдар өзін реттеу, нақты мақсат қою, ішкі мотивация қалыптасады. Жетістік пен денсаулық байланысына жататындар. Салауатты өмір салты тұлғаның өнімділігі мен кәсіби табысының негізі болады. Энергиясы мол, психологиялық тепе-тең адам қиындыққа төзімді, шешім қабылдауды сенімді болады. Денсаулықты сақтау ұзақ мерзімді табыстың кепілі бола алады. Қорыта айтсақ, денсаулық адамның ең басты құндылығы болады. Психологиялық және физиологиялық тепе-теңдік тұлғаның өмір сапасын арттырады. Өз денсаулығына саналы көзқараспен салауатты өмір салты жеке және кәсіби
жетістіктің негізгі шарты болып табылады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.